15-ші балалар филиалының тұрақты оқырманы мен Рахман Әділжан. Тәуелсіздіктің 30 жылдық қарсаңына орай ұйымдастырылған «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында ұйымдастырылған челленджді номер 14-ші филиалдан қабыл алдым. Биылғы жыл елімізге тәуелсіздік жылы деп жарияланды. Осыған орай қазақстандық авторлардың 30 үздік шығармалардың жалпы халықтық оқуына таңдалды. Осы тізімге Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек» повесті де еніп отыр. Шығарманың басты кейіпкері ауыл мектебіндегі 5-ші сынып оқитын әлжуаз, аурушаң Мұрат деген бала. Оның арманы әлемге әйгілі мықты спортсмен болу еді. Бірақ оның денсаулығына байланысты спорттық үйірмелерге алмайды. Мұрат өзінің жігер, қайрат, еңбексүйгіштігінің арқасында арманына жетеді. Ол алдынан шыққан қиындықтар мен кедергілерден еңсеріп, 16 жасында әлем чемпионы аталады. Шығарма кейіпкерлері өте шебер суреттелінген. Шығарма өз оқырмандарын бірден баурап алады. Челленджді 7-ші кітапхана филиалына жолдаймын.